Сәлеметсіздер ме менің құрметті тыңдаушыларым? Бүгін тыңдайтын әңгімелеріңіз дуа жайлы болмақ. Мен Қызылорда өңірінің тумасымын. Жастайымнан әкемнің анасының қолында өстім. Әжемнің бауырына басқан немересі едім. Өсе келе әке-шешем ауданға көшеміз, сені өзімізбен ала кетеміз деп ата-анаммен ауданға көшіп келдік. Ол кезде 9-шы сыныпты бітірген едім. Жаңа мектепке үйренісе алмай 9-шы сыныптан кейін оқымай қойдым. Мұныма әкем ашуланып, 11-ші сыныпты аяқтамасаң жоғарғы оқу орнына түсірмеймін деді. Сонда да сол күйі 9-шы сыныптан кейін еш жерде оқымадым. Әжемнің қолында өскеннен кейін әке-шешем маған бір көкем мен тәтемде еді. Мен үйдің үлкенімін. Менен кейін сіңілім мен інім бар. Оқымағаннан кейін мен ақырындап майда шүйде заттар сатып, сауда-саттықпен айналыса бастадым. Сондағым сағыз, шемішке шоколад, Қытайдың неше түрлі жабыстырмалы наклейкалар еді. Осылай жастайымнан жұмыс істеп, тиын тебен тауып, пысық болып өстім. Әке-шешеме ешқандай салмақ салмадым. Өз наным мен киімімді өзім тауып жүретінмін. Осылай жүріп бой жеттім. Анам менен кейінгі сіңлімді жоғарғы оқу орнына түсіріп оқытты. Ол медициналық білім алып шықты. Мамам болып ауылға келіп жұмыс істеді. Кейін аудан жақтағы бір мейрамханада жұмыс істеп жүрген кезімде көрші ауылдың бір жігіті алып қашты. Танымайтын, білмейтін жігіт. Мені бір көріп, сыныптасым арқылы танысып, сол күні алып қашып кетті. Жасым 30-ға таяп қалғаннан кейін қайтып келуге елдің сөзінен алдым. Оның үстіне анам да қуғыншылардан не де болса пешенесіне жазғанын көреді, қалсын сол жерде деп айтып жіберіпті. Сөйтіп осылай тұрмысқа шықтым. Келген жерім бақуат жақсы екен. Ата-енем, бауырлар да момын жақсы жандар еді. Бірақ күйеуім ақыл есі кемдеу секілді, мінез құлқы да бір түрлі болатын. Сөйтіп оны мен еш үйренісе алмадым. Екеуміз ерлі зайыпты болып бір төсекте де жатпадық. Тіл табысып сөйлесе де алмадық. Мұнымызды атам байқап жүріпті. Осылай жүріп, бір айға жетпестен мен ата-енеммен сөйлесіп, ұлдарымен бірге тұра алмайтынымды айтып, ажырасып кеттім. Атам өзі төркініме әкеліп тастады. Анам біраз сөйлеп алды. Бірақ кім не десе де, мен ол жігітті көріп біліп, өз қалауыммен тұрмыс құрмағаннан кейін үйренісе алмадым. Қайтып келгеннен кейін және үйде отыра алмадым. Ешкімге салмақ салғым келмеді. Қайта сол баяғы мейрамханаға жұмысқа кірдім. Мейрамхана басшысы үлкен тәте болатын. Ол кісі мені жақсы көруші еді. Өйткені менің есебім әрқашан дұрыс шығатын. Жұмысты да тыңғылықты істейтінмін. Сөйтіп осы тәтемнің қолында істеп жүргенде бір жігітпен таныстым. Өзі көрші ауданда тұрады екен. Ақыл тоқтатқан, өзім қатарлас, тұрақты жұмысы бар салмақты жігіт екен. Екеуміз бір-бірімізді ұнатып кездесе бастадық. Телефон арқылы күнара хабарласып тұрамыз. Мен бұл жігітіме алдын тұрмыста болғанымды барлығын жасырмай айтып бердім. Жігітім бұл жағдайыма түсіністікпен қарады. Осылай жүріп маған үйленгісі келетінін айтты. Мен де ойланып отырмадым. Өзім де ұнатамын, сөйтіп бірден келісімімді бердім. Жігітім осы кезде жаңа үй тұрғызып жатыр екен. Соны бітіре сала үйленеміз деді. Сөйтіп мені ертіп апарып үй ішімен таныстырды. Үйлерін көргенде құлап қала жаздадым. Кішкентай сарай секілді. Ішіне кірсем, еденде ескі кигіз, алаша төсеулі. Үй іші бұлыңғыр, ыдыс аяқ қап-қара. Іштей таң қалып жағамды ұстадым. Ал жігітім салып жатқан жаңа үйі сол аулада үлкендеу 3 бөлмелі времянка екен. Ешкімге ішкі таң қалысымды білдірмеуге тырыстым. Жігітімді бұлай тұрады деп ойламап едім. Әкесі бұрынғырақ қайтыс болған екен. Үйінде анасы, сосын 2 күйеуден қайтып келген қарындасы және інісі бар екен. Барлығы момын, жақсы көрінді маған. Сөйтіп жігітім екеуміз тойға дайындала бастадық. Екінші болашақ күйеуіммен 2010 жылы агент желісінде танысып едік. Мен ол кезде жасым 30-ға таяп қалған болатын. Жігітім екеуміз бір-бірімізді ұнатқан соң, мен оның отбасылық жағдайына көз жұма қарадым. Өйткені ол да менің бір рет некеде болғаныма түсіністік танытып, мені шын жақсы көріп үйленем деп тұрған соң үндемедім.
Кейін қазан айында анасы менің әке-шешемнің алдынан өтіп, той күнін белгіледік. Тойға дейін жігітім де салып жатқан времянкасын бітіріп үлгеріпті. Мұнысына риза болып қуанып қалдым. Өйткені алдыңғы үйінде тұру мүмкін емес еді. Үй деуге келмейтін еді. Жігітімнің де үйленбей жүргені осы екен. Үй жайы дұрыс болмаған соң, осы уақытқа дейін біраз жүріп қалған көрінеді. Жігітімнің жағдайын көрген соң, той қалай жасамақ екен деп ойлап едім. Сөйтсем, өзі банкке барып, тойға деп несиеге қомақты қаражат алыпты. Соны анасына апарып, осыны тойдың бар шығынына жеткізіңіз деген екен. Анасы марқұм әкесі жағының туыстарымен араласпайтын көрінеді. Тек өз төркінімен ғана араласады екен. Бірақ сол бір аулада кішкене әрірек әкесінің інісі тұрады екен. Сол кісі ғана анда-санда бас сұғып тұратын көрінеді. Сонымен өз көйлегімді өзім алып, құлағымдағы алтын сырғаларымды да беріп жібердім. Осыған ұқсас жүзік алсын, сөйтіп комплект секілді қылып тағып берсін дедім. Жігітімді аяп, соның абыройы үшін көп жағдайларға түсіністік танытуыма тура келді. Жігітім жақсы той жасап, ата-анам мен туыстарым риза болып қайтты. Тойдан кейін келіндік міндетіме кірісіп, отбасылық өмірім басталды. Кішкентай времянкада енем, біз, күйеуім екеуміз және қарындасы мен інісі тұрып жаттық. Отбасында енем зейнетақы алады, сосын менің күйеуім ғана жұмыс істейді. Екеуміз үйленген соң, күйеуім банкомат карточкасын менің қолыма ұстатты. Айлық түскенде бірге барып алып тұрамыз деді. Мен жарайды дедім. Сөйтіп әр айдың соңында күйеуімнің айлығын барып аламыз. Айлығы сонда 44 мыңдай болатын. Соның 20 мыңын тойға деп алған несиені төлейміз де, қалған 20 мыңын енеме әкеліп ұстататынмын. Содан қалған 4 мың теңгесіне мен күйеуіме неокрема деген құрғақ сүт болатын. Соны және көбірек жұмыртқа және блокпен күйеуіме темекі алып қоямын. Өйткені күйеуім темір жолда ауыр жұмыс істейді. Таңертең тек нан мен қара шай ішіп кетеді. Темекіге үнемі жарымайды. Енемнен өз ақшасын өзі сұрап, штуктап темекі алады. Осыны көріп, оны қатты аяйтынмын. Сөйтіп таңертең ерте тұрғанда 1-2 жұмыртқа қуырып, құрғақ сүт қатқан шай беріп, жұмысқа шығарып салатынмын. Ал қайын сіңлім мен қайным үп-үлкен болып үйде отыратын. Жұмыс жасамайтын. Біз өз отбасымызда үйде бос отырмайтынбыз. Үй шаруасын істейміз, одан қалса жұмыс жасап, ата-анамызға болысамыз. Маған бұл өте ерсі көрінді. Осылай жүргенімізде 2-3 ай өткен соң, қайын сіңлім, сен келмей жатып ағамның бар айлығын ұстайтын болдың. Екеуің тығылып тәтті тамақ жейсіңдер деп ұрыс шығарды. Мен бірдеме дейін деп түсіндірмек болып едім, мына жақтан енем шықты. Баламның айлығынан жасырып, өзің көп ақшаны жырымдап алып қаласың. Оны төркініңе беріп жатырсың ба деп. Мен не дерімді білмей, бөлмеме барып қыстығып жылап қалдым. Сөйтсем енем мені өзіндей көріп сөйлеп жатқаны екен. Марқұм қайнатам момын өте жақсы кісі болған екен. Ол да темір жолда істеген екен. Бар тапқанын енеме ұстататын болыпты. Ал енем барып төркініне беріп отырады екен. Сол үшін үй салмаған, не дүние жинамаған секілді. Қайын сіңлім де анаңдай адуын мінезімен екі күйеуге тиіп, сыйыспай қайта келіп отырған түрі екен. Мен келін болып түскенімде, сол аулада тұратын қайын атамның туыстары осы келінді сыйдырса жақсы ғой деген екен. Мұның барлығын сол үйдегі үлкен абысын болатын ападан естіп қалдым. Сөйтіп, сол күннен кейін енем мен қайын сіңлім отырсам опақ, тұрсам сопақ қылып тиісе берді. Олардың мұнысын бір күні күйеуім де байқап, үй ішіндегілермен қатты ұрсып қалдық. Сөйтіп, мен күйеуіме бұл үйде енелеріммен бірге тұра алмаймын деп жылап едім. Күйеуім, сен біраз күн төркініне барып демала тұр. Мен бұл мәселені бір жақты қылып, сосын сені қайтып алып келемін деп келісіп, мені төркініме әкеліп тастады. Үйге келген соң анама бар жағдайды айтып түсіндірдім. Анам күйеуіне сен, өзі ойланып, мұны бір жағына шығарар деді. Сөйтіп, арада 10 шақты күн өткеннен кейін айлығын алып артымнан күйеуім келді. Сөйтсем, есік алдындағы ескі үйге жөндеу жұмыстарын жүргізіп, сылап ақтап қойыпты. Мені алып сол ескі үйге барып бөлек тұрамыз дейді. Мен амал жоқ көнуіме тура келді. Содан қайтып барып ескі үйге кірдік. Мен жасауымның барлығын времянкада қайта көшіріп алдым. Сөйтіп бөлек шыққанымызбен бір аулада тұрып жаттық. Бір күні үйге жарты жыл төленбеген светтің квитанциясы келді. Ақшасы 8 мыңнан асып кетіпті. Светтің счетчигі біздің үйде болатын.
времянкаға да осы ескі үйден жалғанып тұратын. Енем светтің ақшасын төлеңдер деп бізге ұрысты. Сөйтіп свет үшін бір ұрысып алдық. Сөйтіп енем мені төркініне жаманатты қылып хабарласыпты. Сөйтсе ол жақтағылар балаңның жұмысына бастығына барбайды, ұлыңды жұмыстан шығарып жіберсін. Сонда екеуі күндерін көре алмай ажырасып, ұлың қайта қолыңа келіп отырады деп ақыл айтыпты. Өйткені енем алдын күйеуімнің бар айлығын алып, өз білгенінше жұмсап жүреді екен. Маған үйленгелі айлықтан аз ақша тиіп, одан кейін біз бөлек шыққан соң күйеуінің тіпті айлығын бермейтін болды. Екеуміз жас отбасымыз. Тойдың кредитін төлейміз. Қалғанына бір ай өмір сүруіміз керек. Міне осыған енем ашуланып, төркінінің ақылын тыңдап, күйеуімнің жұмысына барып, үлкен бастығына кіріп сөйлесіп шығыпты. Балам үйленгелі өзгеріп кетті. Үйге ешқандай табыс әкелмейді. Бар тапқанын ішеді. Жұмыстан шығарып жіберіңіз депті. Мұны маған сол күйеуімнің орынбасарының әйелі хабарласып, еннен қандай адам өзі? Елдер осындай жерге жұмысқа тұра алмай жатса, енең баламды жұмыстан шығар деп үлкен бастыққа келіп айтып кетіпті дегенде, өз құлағыма өзім сенбедім. Сұмдық, енді күйеуімді жұмыстан шығарып жіберсе, несиені қалай төлейміз? Қалай күн көреміз деп жүйкем жұқарып, уксус ішіп қойдым. Күйеуім дереу жедел жәрдем шақырып, милиция келіп, менің не үшін өзіме қол жұмсамақ болғанымды тергеді. Сөйтіп болған жайдың барлығына қанық болып, енеме барып ескерту жасап кетті. Содан кейін біраз тынышталдық. Күйеуімді ешкім жұмыстан шығарған жоқ. Күйеуім рас ішетін, бірақ бар тапқанын ішіп, мені ұрып-соғып ұрыс керіс шығармайтын. Жұмыс жасамай салынып ішпейтін. Анда-санда шаршағанда ащы судан ұрттайтыны бар еді. Бірақ ешкімге зияны жоқ, келіп жатып ұйықтап қалатын. Аяғым ауыр, жеріктігім қиын өтіп жатты. 2011 жылдары ақшаның теңгенің әжептәуір құны бар еді. Күйеуімнің айлығы осы кезде күрт түсіп кетті. Несие төлейміз, одан қалғанын бір айға жеткізу керек. Сөйтіп кейде тұздалған қияр жегім келетін. Дүкендегі сол қиярды алып жеуге де мүмкіндігім болмай қалатын. Екінші жағынан денсаулығым да төмендеп кетті. Басым ауыра беретін болды. Дәрі ішуге болмайды. Күйеуім де кейінгі кездері жұмыстан соң үйге жиі ішіп келетінді шығарды. Маған тиіспесе де мыжып сөйлегені жүйкеме тиіп кететін еді. Содан оған ішпе деп ұрсатын болдым. Екеуміз кейде болмашыға да жиі ұрсып қала беретін болдық. Ал енемдермен бір аулада тұрғанымызбен бір-бірімізге кірмейміз. Сыртта көріп қалсақ, жай ғана бас изеп амандасамыз да қоямыз. Осылай жүргенімде босанатын уақытым да таяп қалды. Ал мен босануға ешқандай дайындығым жоқ еді. Өзіме де, балаға да ештеме сатып ала алмадым. Ал анам болса хабарласып, уайымдама, балаға бесігін, бір сыпыра киім, көрпе төсегін дегендей барлығын алып беремін деді. Сөйтіп, бүгін ертең босанамын деп отырғанда, күйеуіме алдын алып жүргенінен 2 есе көп қомақты айлық түсті. Сөйтсек, алдын экологиялық зиян деп берілетін ақшасы дұрыс есептелінбей жүрген екен. Мұны көріп қатты қуанып қалдым. Сөйтіп базарға барып өзіме, балаға керек жарағымның барлығын сатып алдым. Бұл баламның несібесі шығар деп ойладым. Сөйтіп ертесінде толғағым қысып ауруханаға түстім. 12 сағат толғатып біраз қиналдым. Сөйтіп дәрігерлер старая первородка деп кесір тілігін жасамасақ болмайды деп мені отаға дайындады. Осы кезде менен кейінгі оқыған сіңлім Астанада денсаулық сақтау бөлімінде жоғарғы қызметте істейтін еді. Сол мен жатқан ауруханаға хабарласып, дәрігерлермен сөйлесіп, маған ота жасалды. Дәрігерлер маған жақсы қарады. Тұңғышым ұл болды. Босанғаннан кейін палатаға шыққан соң бір тамағын алып енем келді. Сөйтіп, врачқа 5000, көмекшісіне 2000 бердім деп, күйеуіме осы ақшаны қайтарып бересін деп кетіпті. Енемнен ешкім ақша сұраған емес. Сондай ақша берген жағдайда да бұл енді ол кісінің немересі емес пе? Қуаныштан сүйеншіге бергені болар. Енді келіп бізге қайтарыңдар дегені нес деп таң қалдым. Содан арада 5-6 күн өткен соң күйеуім балам екеумізді ауруханадан шығарып алды. Үйге шыққан соң ауладағы үлкен абысын апам келіп, баламды қарасып, кіндігі түскен соң шомылдырып майлап, қол аяғын былай-былай массаж жасап, созып тұрасың деп біраз нәрсені көрсетіп, үйретіп кетті. Ал енем болса, сол бойы келмеді де, немересіне қарамады да. Ал менің сол баяғыдай басым ауыра береді. Балам да қайта-қайта шырқырап жылай береді. Екеуміз түнімен ұйықтамаймыз. Басым мең-зең болып,
Денем дел сал өз-өзімді әрең көтеріп жүргендеймін. Үйден шықпаймын, жата бергім келеді. Ешкіммен араласпаймын, сөйлеспеймін. Кейде көше кезіп қаңғып кеткім келеді. Күйеуіме де қарағым келмейді. Бірдеме десе жарылып кетердей боламын. Сөйтіп жүріп 40-мыздан шықтық. Осы кезде анам хабарласып, балаға кішігірім шілдехана жасайық, 40-нан шыққанын ырымдап дегендей деді. Мұндағы жеңгелеріңнің де балаға алып баратын сыйлықтары бар, кіріп шықсақ деп жатыр деген соң біраз жиылып теріліп дайындалдық. Анам алдын бесігі мен біраз киім-кешегін алып келіп тастаған болатын. Содан мен мұндағы ауладағы үлкен абысын апаны және қайнатам жақтан 1-2 туыс апаларды шақырдым. Сөйтіп кішігірім шілдехана жасадық. Абысын апам барып енемді ертіп келді. Сол кезде енеммен босанып келгелі алғаш үйге кіргені осы еді. Қолында немересіне деген дым жоқ. Қабағы кір тиіп келді де аз ғана отырып кетіп қалды. Жалпы енем кез келген жерге қонаққа барарда қолтығына бір жапырақ мата қыстырып алып кете беретін. Той-томалаққа да солай ештеме бермейтін. Тек төркініне ғана қарызданып қауғаланса да ақша тауып апаратын. Сөйтіп бір жеңген балама арбасын, біреуі жүрерде отырғызатын ходуногы, бір сыпыра киім-кешек, көрпеше ойыншықтарын алып келіпті. Балама не керек, біраз заты түгенделіп қалды. Содан олар біздікіне бір күн қонып, ертесінде қайтты. Өйткені бізден біраз ұзақта тұратын. Анам балам екеуміздің түнімен ұйықтамайтынымызды көріп, уайымдап кетті. Мүмкін 40-ын ұстап жүрген болар, енді ұйықтайтын шығар деп мені жұбатқандай болды. Бірақ 40-мыздан шыққаннан кейін де сол баяғыдай түнімен ұйқы жоқ. Мәңгүрт адамның күйін кешіп жүріп жаттық. Анам қайта-қайта хабарласып, хал жағдайымды сұрайды. Мен сол баяғдаймын. Күн өткен сайын өңім солып, арықтап барам. Осылай жүргенімде бір күні Астанадан сіңлім келді. Ол да мені көріп шошып кетті. Балам тіпті мазасыз. Тек күндіз ғана бір жарым сағаттай ұйықтаймыз. Сөйтіп сіңлім, мынадай жағдайға қалай шыдап жүрсің? Мұның болмайды. Сендерді апарып емханаға қаратпаса болмайды деп балам екеумізді Астанаға алып кетті. Астанаға келіп жақсы білікті дәрігерлерге қаратты. Баламның басын арнайы аппаратқа түсіртіп қарады. Денсаулығымызда ешқандай ақау таппады. Сөйтіп түрлі дәрумендер жазып беріп, қайтадан Қызылордаға қайттық. Осы кезде бір байқап таңғалғаным, балам басқа жерде тырп етпей ұйықтайды екен. Құтты ұйқысы бұрыннан осылай секілді. Ал үйге келгенімізде қайтадан сол баяғы әдеті ұйқы жоқ. Мұнымызды уайымдап жүрген анам бір көріпкел емшіге менің суретімді апарып, мән-жайды айтқан екен. Емші қарап отырып, басын қайта-қайта шайқап, қызыңның басында дуа бар. Бұл дуа осыдан біраз бұрын жасалған екен. Енді әбден денесіне сіңіп, баласына да өткен. Дуаны сол жанындағы біреу жасаған. Күнде көріп жүрген ақ сары бойшаңдау, егде жасқа келіп қалған әйел кісі. Үйіңнің сыртына келіп, осы үйден береке кетіп, қызың жынданып күйеуімен ажырасып кетсін деп, ақ затты шашып тастаған депті. Мұны енді мықты қара молдаға оқыту керек. Дуаны қайтармаса арты жаман болады. Кейін баласы ауырады деген кезде анам шошып кетіпті. Сөйтіп дереу маған хабарласып, мән-жайды айтқанда, менің де төбе шашым тік тұрды. Бұрын дуа жайлы еститінмін. Бірақ мұндай жағдай менің басымда болады деп ешқашан ойламаған едім. Анамнан маған дуа жасалғанын естігеннен кейін менің одан әрі мазам кетті. Күйеуіме айтып едім, ол сенбеді. Қойшы, ондай болмайтын нәрселерге басыңды қатырмашы, сені кім дуалайды дейді. Бірақ әлгі көріпкел емшінің айтқаны миымнан кетпеді. Сөйтіп жан-жақтан жақсы білгір емшілерді сұрастырып іздей бастадым. Сөйтіп көрші ауданда бір жақсы көріпкел емші апа бар екен деп естіп, таксилетіп баламды алып сол апаға бардым. Емші апа мені қарағаннан кейін, сенің басыңда шынымен дуа бар, бұл аяғың ауыр кезде жасалған екен. Содан бұл дуа іштегі балаңа да өткен. Балаңды байқа, кейінірек ауырып қалу мүмкін. Сосын бүгін түнде қандай түс көресің, соны ертең маған айтшы деді. Сол күні түсімде 2 қара мысық көрдім. Екеуі біздің үйді айналып жүр екен. Сөйтіп мен оларды қуып жібермек болып, сыртқа шықсам, әлгі 2 мысық енем мен қайынсіңліме айналып кетіпті. Ертесінде осы түсімді емші апаға айтып едім, ол кісі енемнің түр сипатын анық айтып берді. Ақ сары, бойшаң, толықтау егде жастағы әйел.
сенің табалдырығыңа үйіңді айналып ақ ұнтақ шашып тастаған. Сені есі ауып жынды болып қалсын. Сөйтіп күйеуіңмен ажырасып кетсін деп жасалынған. Саған дуа жасаған енең деді. Сөйтіп бұл апа маған суға дем салып берді. Мұны тек жақсы молда оқып қайтармаса, менің күшім жетпейді. Сондай молда кісі тауып оқытыл деп жіберді. Енемнің маған дуа жасағанын естігенде денем түршігіп кетті. Ондай жамандық өз баласына да тиеді ғой. Сонда тіпті өз баласында ойламағаны ма? Енемнің бар мақсаты бізді ажырастырып жіберсе, ұлы қайта қолына барып отырса, сөйтіп тағы да бар айлығын солардың қолына беріп, салпаңдап жұмыс істеп жүре берсе. Маған үйленбей тұрғанда солай болған. Енем менің күйеуіме еш жаны ашымайтын. Ол кісі тек қызын, төркінін ғана ойлайтын. Қызына қаратып ешкімді сөйлетпейді. Менің күйеуім Дулат ана времянканы салмаса, ол кісілер әлі де сол сарайда тұра берермеді. Сөйтіп, мен молда іздеп, әулие әмбер іздеп, сол жердегі жақын маңның барлығын шарладым. Оқытылдым. Бір емшілер шайға, сабынға дем салып береді. Тіпті бір күні теледидардан Осман деген бір керемет тәуіп емшіні көріп қалып, сол кісінің телефон номерін алып хабарластым. Ол кісі маған тұрған жеріңді ауыстыр, басқа үйге көш, сонда жағдайың дұрысталады деді. Оған басқа жерден пәтер жалдап тұрмасақ, басқа амалымыз жоқ еді. Бірақ пәтер жалдайтын мүмкіндігіміз де жоқ еді. Өйткені жалғыз күйеуім жұмыс істейді. Ай сайын несиеміз бар. Мен келін болып түскеннен кейін ақ күйеуімнің бір жағына шығысайын деп жұмыс істемек болғанда күйеуім қарсы болып еді. Мейрамхана дүкенде істемейсің деп. Менің басқа жерде жұмыс істейтін жоғарғы білімім, арнайы мамандығым жоқ. Алтын бойдақ кезінде осы мейрамхана мен дүкенде, одан қалса сауда саттықпен айналысып едім. Содан не керек, әйтеуір емшілердің кішкене болсын емі шипа болды ма, балам бір жастан асқанда ұйықтайтын болды. Түнгі ұйқысы қалыптасып, жақсы болып қалды. Ал мен сол баяғы ешқандай өзгеріс жоқ. Басым ауыра береді. Анальгин цитрамон ішіп аламын. Сөйтіп бір күні Астанадағы сіңіліме хабарласып, жұмыс істеуім керек, енемнің қасынан кетпесем болмайды деп жағдайымды айттым. Сөйтіп едім, сіңілім біздің аудандағы аурухананың бас дәрігеріне хабарласып, мені сонда еден жуатын техничка етіп жұмысқа кіргізді. Ол кездері бір жерге жұмысқа кіру қиын болатын. Қандай жұмыс болмасын, көпшілігі таныс арқылы болмаса, жақсы сыйақы беруің керек. Осылай ауруханаға жұмысқа тұрдым. Баламды бақшаға бердім. Сөйтіп күйеуіммен сөйлесіп, басқа жерден пәтер жалдап көшіп кеттік. Енемнің жанынан кеткеннен кейін жұмыс істеп, елмен араласып, көңілім жұмысқа ауып, жағдайым бір шама дұрысталып қалды. Бөлек кеткеніміз жақсы болдау деп ойладым. Сөйтіп жүргенде балам 2 жастан енді асқан кезі, бала бақшадан келген соң бір күні ішім ауырды деп жылады. Мен бақшада жақпайтын бірдеме жеп қойған болар деп ойладым. Күріш қайнатып бердім. Айран бердім. Сөйтіп жүргенде бір күні бақшада мұрны қанапты. Бала бақша дәрігері кешке барғанымда бала түсті ұйықтамап еді. Бала организмі шаршап, зорығып кеткенде мұрны қанайтыны бар. Болмаса кейбір балалардың кішкентайынан басының давлениесі болады. Сонда емес пе деп менен сұрады. Мен кішкентай кезінде басын арнайы аппаратқа түсіргенбіз. Ондай ештемесі жоқ дедім. Сөйтіп баламды алып кеттім. Ертесінде демалыс болатын. Барлығымыз моншаға бардық. Сол моншаға түсіп келгеннен кейін баламның үсті қып-қызыл болып, қышынып бөртіп кетті. Мұны көріп қорқып кеттім. Сөйтіп дереу күйеуіміз екеуміз баламды алып ауруханаға бардық. Анализ тапсырдық. Сөйтіп дәрігерлер балама ИТП деген қан ауруы деген диагноз қойды. Мұны естіп уайымдап, әбден жыладым. Осы кезде емшінің дуаның әсері балаңа өткен, байқа, кейін балаң ауырады деген есіме түсті. Енемді тіпті жек көріп кеттім. Осыдан балама бірдеме болса, оны өлтіремін деп қатты ашуландым. Сөйтіп сіңіліммен сөйлесіп, балам біраз ем қабылдады. Бірақ мүгедектікке шықты. Үкімет арнайы жәрдемақы бөлді. Өзі жүріп тұрғанымен балама ерекше күтім керек. Дәрі-дәрмек, дәрумендер, арнайы жақсы тағам ішкізіп, қадағалап жүру керек болды. Осы жағдайдан кейін анам осындағы мешіттің бас имамына барып сөйлесіп, менің жағдайымды айтыпты. Сөйткен екен имам бір Түркиядан келген 5 уақыт намаз оқитын, Құранды жатқа білетін жақсы молдамен сөйлестіріп беріпті.
Ол кісі осы Құранмен осындай дуаларды оқып қайтарып емдеп жазып береді екен. Сөйтіп мені келсін депті. Тек басына орамал салып, барлық жері жабық болып киініп келсін депті. Сөйтіп жүрегім алабұртып, осы қара молдадан шипа іздеп, сол кісіге қарай жол тарттым. Балам ауырып, мүгедектікті алып, ауруханадан шыққаннан кейін үйге енем келді. Немересінің жағдайын білейін деп емес, қайнымды үйлендіргелі жатыр екен. Соған менің күйеуіме өз атыңнан несие алып бер деп айтуға келіпті. Өз атыңа алып берсең, інің қазір жұмысқа тұрады, өзі төлейді дейді. Енемнің мұнысына күйеуім ашуланып, келісім бермей қойды. Өзіміз ұлымызды қалай аяққа тұрғызамыз деп жан таласып жүрміз. Уайымымыз жетерлік. Осының барлығы сол енем жасаған дуаның кесірі. Бұдан кейін күйеуім де сене бастап еді. Бірақ бұл жайлы білетінімізді енеме айтқан емеспіз. Оның да біздің мұны білетінімізден хабары жоқ еді. Сөйтіп күйеуім жоқ деп ашуланып сөйледі біраз. Онсыз да осы уақытқа дейін дап-дардай інім мен екі күйеуден қайтқан қарындасымды бағып келемін. Өз күшіммен салған жаңа үйді де соған тастап, өзім пәтер жалдап қаңғырып көшіп кеттім. Енді өз отбасым үшін өмір сүргім келеді. Балам науқас, соны емдетуім керек. Өзі әрекет етіп үйленсін деп еді. Енем тоң теріс болып ашуланып, ұрысып кетіп қалды. Сөйтіп бізді тойларына да шақырмай қойды. Кейін күйеуім не де болса бауырым ғой деп тойына 70 000 теңге береміз деді. Бірақ тура той болатын кезде қаржылық жағдайымыз болмай қалып, 50 000 ғана апардық. Күйеуім енемдермен бірге келінді алып келуге құдалыққа кетті. Мен сол енемнің үйінде келінді қарсы алуға дайындалып қалып қалдым. Сол кездері іште енемнің қайда, кімге барып дуа жасатқанын анықтағым келіп, сұрастырып жүрген болатынмын. Ауыл аймағымыз кішкентай ғана. Барлығымыз бір-бірін таниды. Сөйтіп ақырындап сол ауылда тұратын қайнатамның інісінің қызынан жайлап сұрастырып едім. Жеңше, осы біздің үйден кейін үй ары тұратын дуақан ата бар ғой, ол кісінің дуа жасайтынын бүкіл ауыл біледі ғой. Тіпті осы үйдегі апа да сол кісіге барып жүретін. Бір-екі рет көргенім бар дегенде таң қалдым. Жүрегім дүрсілдеп, қобалжып, бойымды бір қорқыныш сезіп биледі. Дуакеш үйіміздің түбінде тұрады екен ғой. Осы уақытқа дейін қалай естімей, білмей келгенімді ойладым. Сөйтіп отырғанда қайынсіңлім келіп, сендер тойға 70 000 береміз деп алдап, келіп алып енді 50 000 бергендерің қалай? Бар кет сен. Сенің мұнда қажетің шамалы деп, менімен ұрсып үйден қуып шықты. Мен ызаға булығып, такси шақыртып кетіп қалдым. Күйеуім құдалықта, мен үйге келіп, қыстығып жылап қалдым. Сосын келінді түсіріп, тойды өткізіп күйеуім келді. Болған жайды естіп, ол да біраз ренжіді. Бірақ қарындасына түк дей алмайтын, өйткені енем қызына қаратып ешкімді сөйлетпейтін. Сол қызым мен қайнымды ғана ойлайтын. Менің күйеуіме ешқашан жаны ашып, жақын тартқан емес. Інісі мен қарындасы күйеуімді ағамыз деп сыйлап, бауырмалдық танытқан емес. Күйеуімді тек ақшасын алып пайдаланса ғана болды. Күйеуімнің өмірі, ішкі жан дүниесі оларды ешқашан қызықтырған емес. Мұны күйеуім де біледі екен. Кейде ішіп қызып қалғанда, іші ашып ренжіп айтып қалатын. Мен оны аяйтынмын. Оның осындай отбасында өскеніне ішім ашитын. Атамның туыстарының айтуынша, күйеуім қайнатама ұқсаған екен. Сөйтіп арада біраз күн өткен соң, сол ауылға жаңағы дуахан шалға бардым. Еңгезердей бүкірейген қара шал екен. Сондағы мақсатым маған дуа оқытқан енеме өзі жасап берген дуасын қайтару еді. Бір жағы оны көргім де келді. Осы күйімнен арылсам, балам тәуір болып кетсе екен деген үміт қой. Сөйтіп ол кісі үйіне кіргізді. Адам қабылдайтын бөлмесі қорқынышты екен. Аяқ қолым дірілдеп, тілім күрмеліп қалғандай. Қабырғада неше түрлі аң ба, құс па, малдың сүйегі ма, неше түрлі сүйектер ілулі тұр. Үстел үстінде бір шөптер, тұз, тағы да шашылған топырақ па, майда шүйде заттар толып жатыр. Өзі насыбай атып алып, жанындағы дысқа түкіріп отырады екен. Бөлмесінен бұл қолаңса иіс шығады. Мен түк белмегендей, дым білдіртпей, менің басымда дуа бар екен, соны қайтара аласыз ба деп сұрадым. Сөйтіп едім, ол маған бажырайып біраз қарап қалды. Көзі шігірейіп, өңменімнен өтіп кетердей. Оның қарасынан сай сүйегім сырқырап кеткендей болды. Біраз үнсіздіктен кейін ғана, саған енең дуа жасапты. Мен осы дуаны қайтарамын. 3 күн келесің.
30 000 бересін деді. Мен рас па деп таң қалып, іште бір үміт пайда болғандай еді. Сөйтіп осы кісіге арбалып қалғандай ақшасын беріп, екінші күні тағы келдім. Емдегені маған өте ерсі көріне бастады. Денеңді уғалаймын деп ананы мынаны айтып тиіспекші болды. Содан мен айқайлап ұрыс шығарып, маған дуа жасаған сенсің. Ақшамды қайтар, болмаса милиция шақыртып, сені алаяқ, маған тиісті деп үстімнен шағыңданамын деп енеме сақтаған бар ашу-ызамды осы дуа кештен алдым. Содан ол шал қорқып кетіп, ақшамды беріп, ойбай аулақ жүр, бар кет деп мені шығарып салды. Мұны естіген анам маған ұрысып, өзіңе дуа оқыған адам қалай қайтарсын? Саған тағы бірдеме істеп қойса қайтесің? Балаңды ойла деп, осы Түркиядан келген Құранмен емдеп, дуа қайтаратын молда кісіні тауып берді. Сөйтіп орамал тартып, бар жерімді жабық киініп, анам тауып берген түркиялық молдаға келдім. Ол кісі мені қарап, шынымен басында дуа бар екен. Сені біраз күн оқимын деді. Сөйтіп күнде 1 сағаттан 7 күн оқыды. Ол кісі оқыған сайын, күн сайын бойым жеңілдеп келе жатқандай. 3-ші күннен кейін түнде тырп етпей ұйықтадым. Бір түнгі ұйқым 1 жылдай болды. Денсаулығым дұрыстала бастады. Сөйтіп соңғы күні жаңағы молда: енді алда барлығы жақсы болады. Сүрелер жаттап, соны оқып жүр. Саған зиянын тигізіп, дуа жасағандарға еш кек сақтама. Өмірдің өзі оларды шыр айналдырып алдың алып келеді. Менің айтқандарымды істеп жүр, аман бол. Енді өзіңді бір Аллаға тапсырдым деп шығарып салды. Үйге келгеннен кейін біртіндеп жолым ашыла бастады. Алдын 1-2 банкке депозитке ақша жинап салып жүретінмін. Сонымның үстінен әжептәуір үстемақы қосылып, сол депозитімді шешіп алдым. Сөйтіп көп қабатты үйлерден сатып алуға пәтер қарадым. 2 бөлмелі пәтерге қолымдағы қаражатым біраз жеткіліксіз болып тұр еді. Анам мен сіңлім несие алып жетпеген соманы толықтырып 2 бөлмелі пәтер алдық. Бұған қатты қуандық. Өз басыңда өз баспанаң болғанға не жетсін шіркін. Сөйтіп ақырындап ақша жинап, жаңа тоңазытқыш, теледидар сатып алып, үйімізді толтыра бастадық. Кішкентайда болсын, маңдай терімізбен келген әрбір затқа қуанатынбыз. Осылай жүріп, арада біраз уақыт өткен соң, екіншіме аяғыма ауырлап қыз босанып алдым. Баламның жағдайы бір қалыпты еді. Ол алғашқы сыныпқа мектепке барды. Өміріміз жақсы жаққа өзгеріп, бір сарынға түсе басталды. Осылай жүргенімізде ауыл жақтан қайнымның әйелі абысыным хабарласты. Қайным аяқтары сынып жүре алмай қалыпты. Соны Алматыға апарып қарату керек деп жатыр деді. Соған Астанадағы сіңліңізге айтып, Алматыдағы дәрігерлермен сөйлестіріп бересіз бе дейді. Бұл абысыныммен келген кезден бастап қарым қатынасымыз дұрыс болатын. Жиі хабарласып тұратынбыз. Сөйтіп оның сөзін жерге тастай алмай, кімде болса күйеуімнің жалғыз бауыры ғой деп сіңліммен сөйлестім. Сөйтіп ол Алматыдағы дәрігерлермен сөйлесіп, қайнымның жағдайын айтып, табыстап, барлығын реттеп берді. Қайным ауруханаға жатып емделді. Бүйрегі ауырып, содан аяқтары ісіп, жүре алмайтындай халге жеткен екен. Сол жерде биопсия алып, беті бері қарай бастады. Осы уақыт аралығында қайын сіңлім 3-ші рет күйеуге тиіп, онымен де жараса алмай, тағы ажырасып, бала да туа алмай қайтып келді. Мұнымен қоймай енем де ауыра бастады. Тура баяғы маған ұқсап, түнімен ұйықтай алмай, сандырақтай бастапты. Қысқасы, ол үйден береке кетіп, барлығы шетінен ауырып, менің алдыма келе бастады. Осы кезде мені емдеген молданың айтқаны есіме түсті. Саған зиян жасағандар айналып алдыңа келеді деп еді, тура солай болып жатты. Қайным ауруханада жатып емделіп, жақсы болып кетті. Кейін арада біраз уақыт өткен соң, енем ауырып ауруханаға түсті деп абысыным хабарласты. Құлағынан қан кетіп, көзін жұмып алып, әрдемені бір сандырақтап жатыр деген соң, күйеуіміз екеуміз уайымдап бардық. Дәрігерлер диагнозын білмей жатырмыз деп қарамады. Сөйтіп мен тағы сол баяғы сіңліммен хабарласып, енемді қайын сіңліммен бірге Астанаға жібердік. Ол жақта барып түсетін туыстары жоқ. Сіңлім күтіп алып өз үйіне апарды. Сөйтіп ауруханаға жатқызып, МРТ жасатып, ең жақсы құлақ мұрын емдейтін дәрігерлерге қаратып, ем қабылдады.
Сол кезде мен артымнан тамақ жасап, жағдайын білейін деп барғанымда, мені құшақтап жылап, кешірім сұрады. Сөйтіп емделіп, тәуір болып қайтты. Сол жағдайдан кейін қайын сіңілім 4-ші рет тұрмысқа шығып еді. Ол да ауырып, 2 рет түсік тастап, бала көтере алмай жүренді. Мен оқытылып, молда дуаны қайтарғаннан кейін қайын жұртым да осындай жағдайлар болды. Осыдан кейін енем маған дұрыс қарап түзеліп қалды. Қазір айкош деп жалпаңдап жүреді. Ал баламның жағдайы сол бір қалыпты еді. Молда тек мені ғана оқып емдеді. Балама қатысты 10 жасқа дейін емделіп, күтіммен жүрсе жазылып кетеді. Ал 10 жастан кейін дертіне шипа болмаса, өмір бойы осылай мүгедек болып қалуы мүмкін деді. Осы балам жазылып кетсе екен деп күндіз түні Алладан тілеймін. Балам қазір 9 жаста, өте ақылды, сабақты жақсы оқиды. Сыныбында түрлі сайыстарға қатысып, сынып аралық қойылымдарға жүргізуші болып жүреді. Тек сол күтіммен ғана жүр. Уақытылы тамақ ішпей, уақытымен демалып тұрмаса, денесі көгеріп, тромбоциті түсіп, мұрнынан қан кетеді. Сол үшін оны үнемі қадағалап жүреміз. Кейде балама қарап, балапанымды осындай әуреге салып қойған енеме іштей қатты налимын. Кейін молданың ешкімге кек сақтама дегені есіме түсіп, өз-өзімді сабырға шақырамын. Амал жоқ, күйеуімнің анасы болған соң араласуыма тура келеді. Дуа қайтқаннан кейін енді дұрысталып тыныш өмір сүреміз бе дегенде күйеуім шықты. Дулат алдыңғы айлығы аздау жерде жұмыс істейтін. Іс сапарға бөлек 200 мыңнан аса төленетін бөлімшесіне ауыссам қарсы болмайсың ба? Іс сапарларға жібересің бе деп менімен ақылдасты. Көбірек табыс тауып жатсаң, әрине артық болмайды ғой. Баламыздың да еміне, дәрі-дәрмек дәрумендеріне үнемі ақша керек. Жақсы тамақтану керек. Өкіметтің тиын тебен жәрдемақысы бәрібір жетіспейді ғой деп мен күйеуіме сеніп келістім. Сөйтіп бастығына сыйлығын беріп, аузын майлап, сол бөлімшеге ауысты. Содан Қазақстанның басқа қалаларына іс сапарларға шығып жүрді. Ары кетсе бір 7-де барып келетін. Мен оған сенетінмін. Ол кеткенде телефон арқылы хабарласып тұратынбыз. Осылай жүргенде күйеуімнің мінез құлқы күрт өзгере бастады. Іс сапарға кеткенде телефоны жиі сөндіріп қоятын болды. Тіпті кейде мені бұғаттап қояды. Келген соң неше түрлі сылтау айтады. Қарап отырып маған тиіседі. Сен мен кеткенде маған хабарласпайсың, іздемейсің, осыдан біреуді тауып алып қыдырып жүрсің бе? Деп неше түрлін айтып сандырақтайтын болды. Мен күйеуімнің себепсіз маған тиісіп, менің адалдығыма күмәнданғанына абдырап, ыза болып ұрсып қала беретін болдық. Сөйтсем, сол іс сапарға баратын жерлеріндегі бөлімшеде жұмыс істейтіндердің дені әйелдер екен. Ол жақ орыстарға жақын, орысша тәрбие. Әйелдері осынан барған еркектермен бірге ішіп, темекі тартып, жатып тұрып жүре беретін көрінеді. Арасында бойдағы да, ажырасқаны да бар екен. Мұны мен күйеуімнің жанындағы бір жолдасымнан естіп қалдым. Сөйтіп күйеуімнің телефонын тексеретін болдым. Сөйтсем, шынымен бір әйелмен көп сөйлеседі екен. Іс сапарда болғанда, сонымен неше түрлі хабарламалар жазысып, кездесіп жүріпті. Тіпті менен ажырасып, соған үйленемін деп барып анасымен танысып қайтыпты. Мұның барлығын білгеннен кейін қаным басыма шауып кетті. Күйеуімді де мына әйел дуалап қойған ба деп бір жағы қорқып та кеттім. Содан күйеуім екеуміздің арамызда үлкен дау болды. Менің әке-шешем келді, енем келді. Сөйтіп мен күйеуіме, ажырасатын болсаң есік әне, киім-кешегіңді ал да сол көңілдесіңе кете бер. Үй менің атымда, бала шағаңа қалады. Бізді ұмыт та, барып өз өміріңді сүре бер дедім. Содан оған енем де ұрысып біраз сөйледі. Менің әке-шешем де сөйлесіп ақылға шақырып жатыр. Балаларыңды ойлаңдар деді. Ұлымыз науқас, оларға әке керек. Мен де ашумен ұрысқанымен іштей оны жібергім келмейтін. Жақсы көріп үйленген күйеуім, оны осылай оп-оңай басқа елге жібере саламын ба? Балаларым ше, әкесіз жетім өседі ме? Жүрегім сыздап, жаным ауырды. Енді ғана дұрыс өмір сүреміз бе дегенімде, күйеуімнің мына ісі жаныма қатты батты. Сонымен күйеуім тәубесіне келіп, өлердегі сөзін айтып кешірім сұрады. Еш қайда кетпеймін, жаздым, жаңылдым, ішіп жүріп істегендерім деген соң кештім. Бірақ жүрек түкпірінде оған деген сенімім жоғалды. Қазіргі таңда бірге бұрынғыдай тұрып жатырмыз. Күйеуім іс сапарға кеткенде жиі хабарласып тұрады. Бірақ бәрібір оған бұрынғыдай сенім жоқ.
Ол келгенше көңілім алабұртып, жаным тынышталмай жүремін. Алла осы ер азаматымның жүрегіне имам сана берсе екен деп тілеймін. Бастысы балаларымыз аман болсыншы. Соңы.